Қымбатты тыңдарман, өмірден алған әңгіме каналына қош келдіңіз. Сіздердің назарларыңызға өте әсерлі әңгіме ұсынбақпын. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Бір күні енесі келініне қарап: «Қызым, біздің ауылдың келіндері таңмен таласа тұрып, шаруасын тез бітіріп, маған шай әзірлеп беретін» депті. Келіні сабырлы қалыппен жауап береді: «Апа, біздің ауылдың енелері де келіндерінің шаршағанын түсініп, оларға демалуға мүмкіндік беретін» деп күлімсірепті. Енесі келіннің тапқырлығына қарап, риза болып: «Жарайсың, қызым, енді шайды бірге ішіп, шүйіркелесейік» депті. Келіні енесінің риза кейпін көріп: «Апа, шайды бірге ішкенде, сіздің әңгімелеріңізді тыңдағанды жақсы көремін. Маған жастық шағыңыздан, ауылдағы қызықтардан айтып беріңізші» деп өтініш жасайды. Енесі бір сәт ойланып: «Қызым, сен шынымен менің өткен өмірімді білгің келе ме? Онда тыңда. Біз жас кезде сендер сияқты барлық жағдай дайын болмады. Шай демдеп, нанды пештен өзіміз жауып, күн сайын бидай егіп жүрдік» деп еске алады. Келіні сөзін бөліп: «Апашка, ол кезде де келін мен енелер арасында айқастар болған шығар» деп күлімдейді. Енесі күліп: «Әрине, қызым. Бірақ сол кезде біз өзара түсінісіп, дастархан басында татуласатынбыз. Татулық отбасының тірегі. Мен сенен де соны күтемін» деп ақылын қосады. Келіні басын изеп: «Апам, сіздің айтқандарыңыз маған сабақ болады. Бірақ сіз де мені кейде түсіне біліңіз, жастық шақ өмірдің тәтті кезі ғой» дейді. Енесі мен келіні екеуі әңгімелесе отырып, шайларын ішуін жалғастырады. Осылайша олардың арасындағы түсіністік нығая түседі. Енесі келіннің ойын түсініп, мейіріммен қарап: «Қызым, дұрыс айтасың. Әр заманның өз ерекшелігі бар. Біз сендердің алдыңғы толқын болып, жол көрсеткенімізбен, өмірді өздеріңше сүріп, өз бақыттарыңды табуларың керек. Бірақ үлкендердің ақылын тыңдауды ұмытпа» деп жылы шырай танытады. Келіні де қарап қалмай: «Апа, мен сіздің өмірлік тәжірибеңізді сыйлаймын. Үлкендердің айтқанының терең мәні барын жақсы түсінемін. Бірақ кейде мен де өз ойыммен бөліскім келеді. Біз бір-бірімізді тыңдай алсақ, бәрі жақсы болады деп ойлаймын» деп жауап береді. Енесі күлімдеп: «Ендеше, келінім, біз сен екеуміз әрдайым бір-бірімізді тыңдап, түсініп жүрейік. Ұрыс-керістің пайдасы жоқ, тек татулық қана отбасыны сақтайды» дейді. Осы әңгімеден кейін ене мен келін арасындағы қарым-қатынас одан әрі жақсара түседі. Екеуі бір-біріне қамқор болып, сыйластықпен өмір сүріп, бүкіл ауылға үлгі болады. Күндер өтіп, ене мен келіннің арасы бұрынғыдан да жақындай түседі. Енесі келіннің жұмысқа да, үй шаруасына да ұқыпты екенін байқап, іштей риза болып жүреді. Ал келіні енесінің айтқан ақылдарын орындауға тырысып, оны құрметтей түседі. Бір күні енесі келінін оңаша шақырып: «Қызым, мен саған бір сыр айтайын. Мен сенің орныңда болғанда, менің де енем болды. Басында бізде көп нәрсеге келісе алмай, ұрсып қалатын едік. Бірақ мен ол кісінің өмірлік тәжірибесі мол екенін түсініп, кейін оны тыңдай бастадым. Соның арқасында өзімде жақсы ене болуды үйрендім. Сен де болашақта өз келіндеріңе мейірімді бол» дейді. Келіні басын изеп: «Апа, сіздің айтқандарыңыз мен үшін алтынға тең. Мен де сіз сияқты сабырлы ене болуға тырысамын. Бірақ сіздің ақылыңызсыз бұлай болмас еді» деп алғысын білдіреді. Енесі күлімсіреп: «Жарайсың, қызым. Енді екеуміз бір отбасыны бірге үйтіп, балаларыңа жақсы тәрбие берейік. Біздің басты міндетіміз үйде тату тәтті өмір сүру» дейді. Содан бері ене мен келін бірін-бірі жақсы түсініп, барлық қиындықты бірге еңсеріп жүреді. Олардың үйлері қуаныш пен махаббатқа толы, ал ауыл адамдары олардың тату өміріне қызыға қарайтын болыпты. Уақыт өте келе келіннің де өз балалары дүниеге келеді. Алғашқы немеренің қырқынан шығару рәсімінде ене келіннің қолынан үлкен сыйлықты алып: «Қызым, сен біздің әулетімізге тек бақыт пен береке алып келдің. Немерелерімнің анасы ретінде де, менің қамқор келінім ретінде де өзіңді тек жақсы жағынан көрсетіп жүрсің. Сені мақтан тұтамын» деп ағынан жарылады. Келіні риза болып: «Апа, сіздің берген тәрбиеңіз бен ақылыңыз болмаса, бәрі мұндай болмас еді. Мен сізден көп нәрсе үйрендім. Енді балаларымызды да сіздің ақыл кеңесіңізбен тәрбиелейміз» деп жауап береді. Осыдан кейін ене мен келін тіпті жақын араласып, күнделікті тіршілікті бірге жасайды.
Немерелерін бірге тәрбиелеп, олардың болашағына жоспар құра бастайды. Бір күні немерелері: «Әже, анам екеуіңіздің әңгімелеріңіз қандай қызық. Біз де сіздер сияқты мейірімді боламыз» деп мәз болады. Енесі мен келіні бұл сөздерді естіп күлімдей отырып, бір-біріне риза кейіппен қарайды. Осылайша, олардың үйі тек қуаныш пен жылылыққа толы үлкен әулетке айналады. Ене мен келіннің тату-тәтті өмірі бүкіл ауылға үлгі болыпты. Бір күні ауылда үлкен жиын өтеді. Жиналғандар арасында ене мен келін де болады. Ауылдың үлкендері дастархан басында әңгіме айтып отырғанда бір кемпір екеуіне қарап: «Мына ене мен келінді көріп, жүрегім жылыды. Қызым, сенің анаң бар ма? Енеңнен бірдеңе үйреніп жатырсың ба?» деп сұрайды. Келіні күлімсіреп: «Бар, апа, анам да мейірімді жан. Бірақ енем маған екінші анам сияқты болды. Енемнің сабыры мен даналығы мені көп нәрсеге үйретті. Енді өзімде енемдей болғым келеді» деп жауап береді. Енесі бұл сөздерді естіп көзінен қуаныш жасы ағып: «Қызым, сен менің үмітімді ақтадың. Әр отбасының бақыты әйел адамның сабыры мен ақылында. Енді сен өзің келін болғандай, болашақта жақсы ене болатыныңа сенімдімін» дейді. Сол сәтте жиында отырғандар: «Нағыз үлгі боларлық ене мен келін екен. Мұндай тату-тәтті отбасы сирек кездеседі» деп мақтайды. Ене мен келін бұл мақтауларға марқайып, бір-біріне қарап күлімсірейді. Ауылдың ақсақалдары оларды үлгі етіп, жастарға: «Отбасының ұйытқысы түсіністік пен сабыр. Осы екі қасиетті ене мен келін сияқты әрқайсымыз ұстанайық» деп бата береді. Содан бері ене мен келіннің тату ғұмыры аңыздай болып, олардың татулығы бүкіл елге тарайды. Немерелері де осы жылылықты бойына сіңіріп өсіп, мейірімді, өнегелі ұрпаққа айналады. Уақыт өтіп, ене қартайып, күш-қуаты азая бастайды. Бірақ ол ешқашан өз мұңын білдірмейді. Бір күні кешке келіні енесіне шайын ұсынып отырып: «Апа, сіз бізге көп еңбек сіңірдіңіз, енді демалыңыз. Қалған шаруаны мен өзім атқарамын» дейді. Енесі басын шайқап: «Қызым, менің демалуым сендерге қарап, бақыттарыңды көру. Үйдің берекесі мен мейірімге толы екенін сезгенде, менің жүрегім тынышталады» деп жауап береді. Келіні енесінің қолын ұстап: «Апа, сіз бізге көп жақсылық үйреттіңіз. Мен сіздің бұл өмірдегі ең үлкен аманатыңызды түсіндім. Отбасының татулығы ең басты байлық. Енді сіздің аманатыңызды сақтап, балаларымды да осыған үйретемін» дейді. Бір күні енесі барлық балалар мен немерелерін айналасына жинап: «Менің бар тілегім осы әулеттің әрдайым тату-тәтті болуы. Бір-біріңе сүйеніш болып, ынтымақты жоғалтпаңдар. Ұрпағымның бақытты екенін көрсем, менің өмірім бекер өтпеген» деп ақ батасын береді. Енесінің бұл сөздері әулеттің жүрегінде мәңгі қалады. Келіні енесіне шынайы ризашылықпен қарап: «Сіздей ене кез келген әйелге бақ болар еді. Біз сіздің сеніміңізді ақтаймыз» дейді. Бірнеше жылдардан кейін ене өмірден өтеді. Бірақ оның өнегелі өмірі мен тәрбиесі әулетте ұмытылмайды. Келіні оның қалдырған дәстүрін жалғастырып, өз балаларын да осы түсіністікке тәрбиелейді. Ауыл адамдары бұл әулетті бақытты шаңырақ деп атап кетеді. Ене мен келіннің өзара құрметі мен махаббаты ұрпақтан ұрпаққа өнеге болып қалады. Жылдар өтіп, келін өзі ене атанады. Балалары өз шаңырақтарын құрып, немерелері өсіп өнеді. Ол да өз енесінен көрген мейірім мен тәрбиені үлгі етіп, жаңа түскен келініне жылы шыраймен қарайды. Бір күні келіні оған шай ұсынып отырып: «Апа, сіздің шыдамдылығыңыз бен ақылыңыз маған үнемі үлгі болады. Қалай бәріне осынша сабырлы боласыз?» деп сұрайды. Ене жымия отырып: «Қызым, мен де бір кездері сен сияқты жас болдым. Менің енем мені қалай тәрбиелесе, мен де сендерге сол өнегені көрсетіп жүрмін. Отбасының ұйытқысы мейірім мен сабыр. Егер осыны жүрегіңе сіңірсең, бәрі жақсы болады» деп жауап береді. Келіні басын изеп: «Мен сіздің әр сөзіңізді жадыма түйемін. Сіздің немере шөберелеріңіздің де сіздей ақылды ене табуы үлкен бақыт» дейді. Бір күні үлкен жиында ауылдың әжелері ененің бұрынғы енесі туралы әңгіме қозғайды. Олар: «Бұл әулеттегі мейірімділік пен татулықтың бастауы сонау өз енесінен басталған. Ол да бір алтын адам еді» деп еске алады. Ене күлімсіреп, өз келініне қарап: «Міне, қызым, татулық деген осылай бір шынжырдай ұрпақтан ұрпаққа жалғасады.
Егер сендер де осы жолды ұстансаңдар, әулетіміз әрдайым берекелі болады дейді. Келіні бұл сөздерді жүрегіне түйіп, болашақта өзі де осындай дана ене болуға уәде береді. Сөйтіп, бұл әулетте ене мен келін арасындағы мейірім мен түсіністік дәстүрі үзілмей, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, олардың үйлері үнемі бақыт пен шаттыққа толы болып қалады. Күндердің бір күнінде, ене өзінің шөберелерін айналасына жинап, олармен ұзақ отырып әңгіме айтады. Балалар оның әр сөзін үйіп тыңдайды. Балаларым дейді, ене жылы үнмен, сендердің мына берекелі әулетте дүниеге келгендерің үлкен сый. Біздің отбасымыздың іргетасы мейірім мен сыйластықтан қаланған. Кезінде менің енем де маған осыны үйреткен еді. Қазір менің тілегім, сендер осы құндылықты ұмытпай, өздеріңнің шаңырақтарыңды да дәл осындай берекелі етсеңдер. Шөберелерінің үлкені: әже, біз бәрін түсіндік. Сіз сияқты дана адам бізге үлгі. Біз сіздің айтқандарыңызды орындаймыз дейді шынайы үнмен. Сол кеште ауыл ақсақалдары мен әжелері де жиналып, ене туралы жақсы естеліктер айтады. Бұл әулет бұрыннан ақ ынтымақтығымен, татулығымен елге үлгі. Енесі келініне жол көрсетсе, келіні енесін құрметтегеннің арқасында әулет аман қалып отыр. Бұдан асқан байлық жоқ дейді. Ене бұл сөздерді тыңдап отырып, іштей шүкір етеді. Өзі тәрбиелеген келіннің де, балалар мен немерелерінің де дұрыс жолда екенін біліп көңілі жайланады. Уақыт өте келе келін де ақылға толы дана әже атанады. Ол да өзінің енесінен үйренген мейірім мен сабырды өз келіндеріне үйретеді. Шөберелері, шөпшектері өсіп, бұл әулет тарихқа ең тату шаңырақ ретінде енеді. Ауыл адамдары әрдайым: бұл әулет біздің мақтанышымыз. Ене мен келіннің бір-біріне сыйластығының арқасында бірлік пен берекенің не екенін бәріміз көріп отырмыз деп айтып жүреді. Осылайша әулеттің татулық дәстүрі үзілмей, келешек ұрпақтарға өнеге болып қала береді.